Сұлулық пен сымбат үшін сау тістің маңызы айтпаса да белгілі. Өкінішке қарай қазір бала күннен тіс тез бұзылатын болған. Оның бәрін баланы дұрыс тамақтандырмаудан, тәттіні шектен тыс көп беруден айта берсек себебі көп. Армысыздар қазақ елі. Біздің бүгінгі тақырыбымыз тіс туралы болады. Біздің ата-бабамыздың тіске қатысты түйіткілі сірә болмаған шығар. Жүз жасаған қазыналарымыздың өзі тістері сау күйінде өмір сүрген екен. Онда неге қазіргі адамдардың тістері тез бүлінеді? Бір нәрсе белгілі, ол тістің сыртын эмаль қаптап тұрады. Ол тісті сау сақтап тұратын қабық. Эмаль мықты, сау болса, онда тіске қауіп төнбейді. Бірақ сілекей бактериялармен және тамақтың қалдықтарымен араласа бастаған кезде ауыз қуысында қышқыл түзіледі. Ол тіс эмалін бүлдіруші басты қауіп. Адам жасы ұлғайған сайын эмаль әлсіз бола береді. Тіс шегі пайда болады. Пародонтоз, тісте тас қалыптасады. Одан да басқа тіс аурулары өршиді. Оны болдырмау үшін тамақтануды өзгерту керек. Әлде қайда пайдалы әрі құнарлы ету керек. Адам қандай тамақты жиі тұтынады? Әрине, рафинатталған, өңделген, жұмсақ, жартылай фабрикаттарды дастарханға қоюға оңай, дайын асты, шұжық, консерві, тоқаштарды қолданады. Мұндай тамақтан тіс тез бұзылады. Сыртын қақ қаптайды. Иектегі қан айналым баяулайды. Жалпы тіске арналған тағамдар. Күніне 1-2 шикі жеміс пен көкөніс жеу керек. Сонда тісте қалатын қалдықтар аз болады. Иек массаж алады. Бөлінетін сілекей ауыз қуысын тазалап кетеді. Сонда ауру тарататын микробтар да аз болады. Тіске пайдалы заттар қызылшада, сәбізде, қиярда, алмада, басқа да көкөніс жемістерде болады. Бұлардың барлығы қажетті дәрумен, минерал, органикалық қышқылдарды береді. Бұдан да пайдалы тағам ол көк шөптер. Оны көп жеген сайын тіс мықты бола береді. Оның үстіне көк шөп тамырларды жақсартады. Қан ұю мен иммунитетті реттейді. Сондықтан көк шөп жеген адамның қызыл егі қанауды тез қояды. Балдыркөк, ақжелкен, аскөк, пияз, сарымсақ, салат дегендер бактерияларды тез өлтіреді. Тісті ағартып, қызыл егті нығайтады. Көптеген дәрумен мен минералға қажетті қышқыл мен пигменттерге мына жеміс көкөністер бай. Мүкжидек, қой бүлдірген, жүзім, қарақат және тағы басқалары. Жидектердің шырынында бактериялардың тісті бүлдіруіне кедергі келтіретін заттар болады. Ерекше бағалауға лайықты және бір тағам ол жаңғақ, кез келгені. Бүгінде олардың сан алуан түрі бар. Әркім қалауын ала біледі. Жаңғақта байытылған май қышқылдары бар. Алмастыруға келмейтін амино қышқылдар, түрлі дәрумен және минералдар бар. Сондықтан жаңғақтың құнарлылығы зор. Құрамындағы заттар бактерияларды тез өлтіріп, сауықтыратын қасиеті бар. Ауырғанды басып сүйекті нығайтады, қызыл егті жақсартады. Сүт өнімдерінің ағзаға жалпы пайдасы көп. Олар тіске де пайдалы. Йогурт күкірт қышқылын азайтады. Жағымсыз иісті болдырмайды. Ірімшік тіс жегінің дамуына жол бермейді. Өйткені оның құрамында кальций көп. Сүзбе сүйекті мықты етеді. Цитрусты жемістер ағзаға қажетті заттарға бай. Егер күнделікті бір грейпфрут жесе, қызыл ектің қанауы тоқтайды. Ауыз қуысындағы қабынулар сирек болады. Лаймның тиімділігі де ерекше. Оның құрамында кальций мен фосфор көп. Оның үстіне тісті ағартатын қасиеті де бар. Теңіз өнімдері де өте пайдалы. Диетологтардың айтуынша ең керекті тағам солар. Олардың құрамында тіске қажетті минерал мен дәрумендердің барлығы да бар. Фтор, фосфор, кальций, В тобының дәрумендері және Д дәрумені бар. Осы заттардың бірі жетіспесе, тіс әлсірей бастайды. Қызыл иек қанайды. Адамның терісі бозғылт тартып, шаш түсе бастайды. Балықта фосфор, йод, кальций көп. Сондықтан тіс үшін олардың пайдасы шаш етектен. Аталған тағамдардың барлығы да тіс пен жалпы ағза үшін өте пайдалы әрі қажетті. Олардың тұтынуын үзбеу керек. Үнемі ас мәзірінде қолдану маңызды. Табиғи өнімдерге көбірек басымдық беруді ұмытпаған жөн. Тағам сан алуан түрлі болғанда ағза қажеттісін алып отырады. Сонда ғана тері мен шаш жылтырап, тіс әппақ болады. Емшінің қоржынынан. Қадірлі оқырмандар, видео ұнаған болса, төменге пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетіңіздер және каналыма тіркеле кетіңіздер.
Каналымда көптеген қызықты деректер мен пайдалы кеңестер бар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы.